туған қалам семейім қай қалаға теңейін әнге қосып атыңды әлемге айтып берейін туған қалам семейім туған қалам семейім туған қалам туған семей. Ал армысыздар, құрметті футбол жанкерлері. Елімай Оқжетпес арасындағы тартысты кездесу. Оқжетпес оңай шағылар жаңғақ емес. Оны біздің жігіттер сезеді. Сондықтан керемет матчтың куәсі боламыз бүгін. Сонымен ойын басталды. Муличке доп асырды. Пайруз емес ау шамасы. Мулич бойшаң ойыншы допқа жүгірді. Мұртазаевты көріп тұрмыз. Карзум жүр. Жанкерлерден табылды доп. Міне! Қақпамызға гол кіргізіп алдық. Енді ойынды ортадан бастап жатыр. Файсал Мулич бастап берді. Бізге қайтсек те теңестірмек түгіл бір гол салып алғаш жылжуымыз керек. 8000 жанкерлердің сенімін ақтау қажет. Бірақ Оқжетпес қоймай жатыр. Асыл Дарабай. Кімге берді? Өзіне сұрау керек кімге бергенін. Тіпті Оқжетпес командасы Пайруздың өзіне доп тепкізбеуде. Қорғанысы тасқамал. Бірақ қайттан шабуыл. Енді! Пас берудегі қателік. Мұртазаевқа доп жетпеді. Матч осылай жалғасуда. Жанәлі Пайруз Муличке көтергісі кеп тұр. Мен қазір атаңызға айналған осы спорт журналистикасының негізін қалаған деп айтсам ба, осы футбол төңірегінде талай дүниені осы кісілер ағаларға қарап бой түзегеніміз анық. Ендеше Тимур Камашев мырза менің дәл қазір қасымда тұр. Тимур аға, бүгінгі матч жалпы ойыңызды сіз енді футбол төңірегінде талай дүниені көрдіңіз ғой. По составу исполнителей и тренерского штаба, я думаю, что здесь вот сейчас выводы будут сделаны, и игра будет другой, наверное, все-таки. Поэтому, счет зыбкий 0-1. Поэтому я думаю, что еще ничего не ясно. Вот. Но опять-таки все будет, я думаю, зависеть от того, насколько будут, скажем так, является ли Оқжетпес железными дровосеками, чтобы выдержать, да, такой темп, такой предложенный, если нет, и сможет ли добавить Елимай еще. Бүгінгі матчқа біз жеңіс тілеп келіп едік. Сода дұрыс болмай жатыр, дұрыс ойнай алмай жатыр. Білмеймін, менсінбей ойнады ма, или көп болды өзіміздің стадионға келмегелі, жатырқап тұр ма, соны өзімде ұқпай отырмын соны. Біз жеңіс тілеп келгенбіз. Жеңіс үшін келгенбіз. Не жетпей тұр енді бізге? Мен 2-0 или 3-0 мен жеңеді деп ойлап келгем. Сенімді келдіңіз ғой, иә? Ал көрдіңіз ба? Біздегі легионермен қалыстырғанда Оқжетпесте кереметте легионер жоқ. Қазақтың балалары. Қазақтың балалары жас балалар. Жас балалар. Ненің белгісі сонда? Деп ойлайсыз енді былай. Енді ол
қалай енді намыс бар, намыс бар, жігер бар, қазақтың футболы деп. Сонан кейін олар балалар ойнақысы келіп тұр. Солай сондықтан шығар енді. Ал енді Елімай ойнау керек еді. Білмеймін, енді екінші таймда дұрыс ойнайтын шығар деп тілеп отырмын енді өзім. Жақсы, рахмет. Құрметті жанкүйерлер, біз енді жанкүйерлердің арасында отырмыз. Енді көңіл күй жоқ шыны керек. Иә, Есеп 1-0 болып тұр. Енді біз өзімізше 2-0, 3-0 қыламыз деген оқ жетпесін. Осындай жағдайға әкеп тіреп тұр енді аға. ойын жүрмей жатыр ғой. Себеп білмеймін. бапкер ма? Бапкерді емес енді. Өздері қазір Астанадан келіп бірінші ойындары ғой үйде. Иә. Содан ба деп ойлаймын. Мынау білмеймін. Алаң сапасы бәрі жақсы. Бәрі жақсы, иә. Жанкер болып тұрмы, лық болып тұрмы, бәрі жақсы. Не жетіспей мүмкін соны? Білмедім. Өздері сенімділік жетіспей жатыр ғой. Бірақ сенімсіз ба қазір? Бір гол, 2 гол салып жіберіп былай. Ойын өзгеретіндей жалпы екінші таймда. Жеңеді деп ойлаймын. 2-1 или 3-2. Бір өзгерістер керек қой деймін. Білмеймін. Бапкер ауыстыру керек пе екен. Қалдарың қалай? Жақсы. Елімай жакесіздер ма? Иә. Сен ойнайсың ба футбол жалпы? Иә, ойнаймын. Сен енді футболға қалай жалпы? Жақсы, көрім. Иә. Бейім командасын ойнаймын. Сүйікті командаң қандай? Елімай. Елімай? Ұтылып жатыр ғой. Иә. Қазір камбек жасаймыз. Жасау керек қой. Сен Реал Мадридтің жанкүйері сияқтысың ғой, иә? Сен Челсиға болеть етесің ба не? Иә. Бірақ Елімай. Как всегда. Реал Мадридке. Реал Мадридке ма? Иә. Неше болды есеп? 1-0. Оқ жетпес ұтып жатыр. Жоқ. Неше? Ойын біткеннен кейін есеп. 2-1. 3-1. Жанәлі Пайруз. Ол керемет. Біздің командада ойыншылар алмасты. Роман Мұртазаевтың орнына Роман Тугаев алаңға оралды. Ресейлік ойыншы Ростовта ойнаған. Ендеше ойынға қан жүргізеді деген сөз. Муличтің баспен соққысы. Өкінішке орай 0-2 есебі біздің көңіл күйімізді түсіріп тұр. Енді қайтеміз. Пайруз ойын орнын босатты Свиридовқа. Үшінші минут өтуде 0-2 есебімен ұтылып жатырмыз. Флореско, Муличқа, Свиридов. Біздің командаға міне жетпей жатқан сияқты. Бір жақсы бір эмоция жетпей тұр ма? Білмеймін. Ойыншылардың қозғалуы баяу болып тұр. Бір айзын қанатын шабуыл көріп тұрған жоқпыз, былай жатқанда. Тактикалық тұрғыдан да. Енді бәріне көнуге тура келеді. Уақыт созбай бастайық дейді төреші. Бол, бар ғой. Екіден есебімен Елімай осылай өз алаңында тізе бүкті. Жағдай осы. Мұрат Тілешевтің командасы жеңіске жетті. Сейчас сфоткаемся. Сами отдельно девочки еще. Пока паузу дадим. Поздравляю.
Қонақтар қуанышта шек жоқ. Алсай, құттықтаймыз. Дамир, құтты болсын. Қай шығарсың? Сен Алтайды ойнағанда қалай жанкер болдық қой, бір-екі ауыз. Жалпы қалай дайындалыңдар? Күттіңдер ме осы нәтижені? Енді әрине әр ойын болғаннан кейін біз ұтуға ойнаймыз. Ұтуға дайындалдық енді осы ойынға. Әрине осы атмосфераны сезіну бізге приятно болды негізі. Өзіміз сезіндік, үлкен жақсы атмосфера, болельщиктер мықты, уровень бәрі мықты көрініп тұр. Рахмет. Сен осы стадион ойнадың, осы жер талай еттің ғой, былай. Ойнадым. Жүрегіме жақын жылы жер ғой. Болельщиктер да жақсы күтіп алды жаңа ойынның алдында. Құрамаға шақырту түскен жоқ па? Өйткені көп мамандар Дамир Марат деп көп айтылып жүр соңғы кездері. Оны өзің еститін шығарсың былай. Жоқ, оны бір-екі видео жіберді, тип Али Алиев тип бірге футбол ойнаймыз деп. Ойнайтынымыз рас, среда воскресенье сайын. Тек сол ғана естідім, былай ондай естіген жоқпын. Дайындаламыз, бұйырса жақсы уровень көрсетуге тырысамыз бәріміз. Үлкен, өйткені әрбір қазақстандық ойыншының арманы деп ойлаймын, ұлттық құрамада ойнау. Сол. Жақсы, рахмет. Болсын, молодец. Біздің командада көңіл күй жоқ. Жеңіске жеңіс қолы соққан 8 мыңға жуық жанкүйер жиналған еді. Ойын тартысты болды жалпы. Жаман болған жоқ. Енді қайтеміз. Бізде деңгей жеткілікті негізі. Білмейміз, не жетіспеді. Бапкер біледі оны, ойыншылар біледі. Біздікі қолдау ғана.